жайдарманшы, убила сөзінің авторы. Бүгін аяқ асты келіп отыр Годзилла Тоқсанбаев аңсаған. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бірдірлігі мынандай жегенші. Келіп жеткен қасиетті жұма күнгі дұға тілектеріңіздің, ниеттеріңіздің барлығы қабыл болсын. Енді кез келген істің басы өзі бисмилля ғой. Бисмилладан бастайық. Енді өз мынандай конкурсқа қатысам деген ойда жоқпын ше. Енді бүгінгі тақырып ата-ананың қадірі деп айтсаң. Енді мен жаңағындай кісілер сияқты жаңағындай ой біздің кезімізде мен армияға барғанда иткем деген мынандай менде болған жоқ шын. Мен балалық шағым өзі қырқыс өткен адаммын ғой. Ауылда мен өзім негізі анау 200 километр артқа тастасаңыздар Жаңарқа деген ел бар, білетін шығарсыздар. Сол Жаңарқа деген жердің азаматын бүгін арнайы осы рахмет, Алла разы болсын доча. Сол енді бісміллә бүгін енді көрейік дедік енді. Тәуекел мына кезде бауырларым шығып жатыр. Мен ана кісілерге қарап жүрсем мен ойладым, мен жасым биік кісі екен ғой. Жаңа бауырларым, достарым, ағаларымды көріп жатырмын. Міне мәйіт бауырларым қайтып келді деп жатыр. Жақсы. Енді біздер енді еркін тақырыпта енді андай стендап, андай күлдіретін емес, енді өздеріңіз көресіздер, әке-шешесін сыйлайтындарға күлсін дейін де. Бізде енді мен өзім жайдарман ойнағам, КВН ойнағам, сол микрофонды бүйте берген қызға мен де стендап жасап алып көрейінші. Бәсе, айтса былай бойым жетпей ма бірдеңе? Жалпы бізде КВН-де жайдарманда биатлон деген сайыс болады дейтін шығарсыздар, ана бәрі команда бір-бірінің соңына тұрады, шутка оқиды. Сол мен де сол биатлон болғанда қазақшасы жаңа биатлон оқиын. Жан бату, рахмет сіңірім. Енді шын қазір андай психический шамалы нелер болуы мүмкін. Оған ренжімеңіздер. Мен де енді әнші емеспін. Егер қазір әнің ұнамай жатыр, нет, Антош, не надо, зачем таптать, жаңа моя любовь дейтін болса, айтамын по-любому, өйткені айту керек болып тұр. Әнелер үш бала келеді ғой маған, салдар қолдап тұр, рахмет сендерге. Бірінші әзіл болған жаңа ән. Енді тыңдаңыздар енді. Егер ұнамай жатса тыңдаңыздар енді. Бір көзі минус, бір көзі плюс жігіттің айтқан әні. Ал, бисмилля. Мен құрсын сенде залданда қатты өледі кешінде. Бір көзі минус, бір көзі плюс жігіттің айтқан әні. Тым жақын, әлі тым алыс, аман жан, или қуаныш. Рахмет. Алай, жақсы ғой бала ма? Жаңа, алдында қуандық деген бала шығып кетті ғой, Кука деді ғой. К деді ғой, әріпті дұрыс нетіңіздер, К деген. Менгі аңсаған, басқарып емес, аң. Келесі әніміз сүндеттеліп жатқан балаға молданың айтқан әні. Половина моя, половина моя, половина. Мен өзі биатлон оқымағым, қызы екенше вообще. Дәл осында тақырыптан ауытқымаймыз. Құрбандық шалынып жатқанда молданың айтқан әні. Раздеваю тебя догола, догола, догола. Енді әзілдерге кезек берейік, ән емес, енді әннен өтіп кеттіңіздер, шүкір. Енді әзілдерге кезек берейік. Қыздардың қызығын айна көреді екен. Енді осыдан кейін бүкіл қыздар жек көреді кететін шығар, енді ренжімейсіздер, қыздар әзіл екен, бұның бәрі ше. Араласпай кету деген жоғынан, енді мен де өзім үйленгем, қатын бала шағам бар адам ғой. Қатын бала шағам бәрі ауылда жүрген жүрсін мынау ғой, елдің алдында жүрген. Енді екі балам бар, құдайға шүкір, біреу өзімнен емес, енді оны бәрі біліп отырсың. Қыздар тақырыбынан ауытқымаймыз. Бұзылған қыздар рестоға барады екен. Сосын саулаға көп баратын ағалардың қазір бала шағалары көп. Мен туралы әзіл ғой. Мынау өзіме бір қатты ұнайтын әзіл. Самолетте құлағы естімейтін адамдар стюардесса есінегенде зәрелері ұшады екен. Рахмет. Жалғастырайық. Бір көкпарға атқам дейтін ше, ат бар ғой төрт аяқты. Сол көкпарға бұрын шын төрт аяқты ат деген. Сол көкпарға атқа тірі серге тастап жүрген ғой, серге. Сол бір уақыттан қарасы серге тірі екенше тартып атқан ғой, жан жағына бүйтіп, серге бүйтіп жан жағына қарап, ей, жай, бұтын дайырасыңдар деген ғой.
өзіме ұнайтын күшті әзірше. Смешно, да, совсем. Я не думал, что вы смеетесь. Өмірде гинекологтарға ештеңе қызық емес екен. Рас қой енді? Біраздан сен көп кетті. 13 жашар Алмаз әкесімен тек қана машина үшін ғана араласады екен. Осы өтпейтін білгенші негізі. Енді соңғы әзілім болсын. Иманы берік әкімдердің секретары еркек болады екен. Енді баршаларыңызға рахмет. Енді көкейлеріңіз сұрақ туындап жатқан шығар. Неге осы Мартбек Тоқмырза әкем жайлы неге айтпады, неге бір ауыз сөз ескермеді деген, неге айтпады деген сұрақ туындап жатса, мен айта кетейін, бұл кісі бізге күлдіруді, күлуді үйретті. Күлдіре білген адамды біз күлкіге айналдырмайды екен. Рахмет.